Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір бізде математика сабағы. Бүгінгі біздің оқитын тақырыбымыз кездесу қозғалысына берілген есептерді теңдеудің көмегімен шығару. Балалар, мына жердегі сызбаға қарайтын болсақ, бұл сызба бізде кітабымыздың 115 бетіндегі екінші тапсырмада берілген. Велосипедші сөреден бастап 35 км/сағат жылдамдықпен 3 сағат жүрді. Міне 1 сағат, 2 сағат, 3 сағат жүрді. Және оған мәреге дейін әлі де балалар 45 км жүру қажет. Сөре мен мәренің ара қашықтығы қандай дейді балалар? Сөре мен мәренің ара қашықтығы қанша екенін табу керек. Осы жерде енді бізге теңдеу құру керек. Қалай теңдеу құрамыз? Бізде ара қашықтық белгісіз, біз оны x деп аламыз. 35-ті 3-ке көбейтеміз. Жәнегі бұл жүріп өткен жол. 35-ті 3-ке көбейттік. Өйткені 3 сағатта 35 км жүрген. Тең 45-ке. Бұл бізде әлі де жүрілу керек жол. Енді балалар, барлық ара қашықтықтан азайтамыз жүріп өткен жолды. Яғни бізде жүріп өткен жол 35-ті 3-ке көбейтетін болсақ, 105-ке тең. 105 тең 45-ке. Енді x тең 105-тен 45-ке 105-ті қосамыз. X тең 105-ке 45-ті қоссақ 150 болады. 150. Енді балалар, x-тің орнына біз 150-ді қоямыз. Мына жерде маған сыймағандықтан мен тексеру сызығын осы жаққа сызамын. 150 азайту 35 көбейту 3 тең 45-ке. Енді балалар, біздің теңдеуіміз дұрыс па? Тексереміз. Ол үшін 35-ті 3-ке көбейтеміз. 105, 150-ден 105-ті азайтамыз. 45. 45 тең 45-ке. Теңдеуіміз балалар дұрыс шешілген екен. Олай болса біздің бастапқы ара қашықтығымыз 150 км-ге тең болады екен. Бастапқы ара қашықтық 150 км. Жауабын жазған кезде балалар осылай жазасыңдар. Жауабы 2 жәнегі мәре мен сөренің ара қашықтығы 150 км-ге тең деп жазасыңдар.